Асыраушы, мама, мен ертең мектепке барғым келіп отырған жоқ. Бәрібір дұрыс сабақ болмайды. Әдебиеттен беретін апай тапсырма береді де соткасын шұқылап отырып алады. Берген тапсырмасын жазған-жазбағанымды тексермейді де. Ал тарих сабағы мүлдем қызықсыз, оқығың келмейді. Қой, о не болғаны балам, олай айтпа. Мамасының көңіліне құлақ аспаған Ерлан тез киінді де сыртқа шығып кетті. Ерлан биыл 9 бітірді. Соңғы кезде өскенде кім боламын, не жұмыс істеймін, заман қалай болмақ деген сияқты сұрақтар мазалайтын шығарды. Жалғыз ер балаға болғасын ба, әке-шешесі бетіне қақпай үсірді. Бірақ онымен ол тентек болып кеткен жоқ. Керісінше, жасына тән емес, сұрақтарға жауап іздейтін ойшыл болып өсіп келеді. Айтпақшы, жасына тән емес сұрақтар деген қазір уақыттағы елде болып жатқан оқиғалар, халықтың хал-ахуалдары ерекше ойландырып, соған жауап іздейтінді шығарды. Шынында да Ерланның үйі молшылық деген не екенін білмей келеді. Әкесі шопыр, мамасы жұмыс істемейді. Әйтеуір ес білгелі аурудан шықпайды. Ескі бір бөлмені жұпыны пәтерде өмір сүріп жатыр. Әкесінің тапқан тамақтарына әрең жетеді. Кейде соның кесірінен үйде айқай да шығып кетеді. Осы үйдің еркегі сен бе, мен бе деген мамасының айқайы жиі құлақтың жаратын болып жүр. Сыныптасы Абай үлкен 2 қабатты коттеджде тұрады. Папасы сабаққа жіппен әкеледі. Абайдың қалтасы тиын тебенен құрғамайды. Осы 2 жағдайды салыстырып, айырмашылығының себебін іздейді. Неге? 9 бітірсем міндетті түрде жұмысқа тұрамын, колледжге түсемін, ақша тауып, 3 қарындасымды оқытамын, пәтерімізді кеңітемін. Қиялға шомып кеткен Ерлан жаяу жүргіншінің өтетін жолаққа таяп қалғанын бірақ байқады. Соңғы кезде Ақтаудың көшесі көлікке тым толып кетті ме, көше тар ма, әйтеуір байқамасаң басып кетулері қиын емес. Кішкентай күнінде 2 сыныпта оқып жүргенде балалардан ас ұқытып алып, жинап балаларға сататын, сөйтіп тиын жинап үйге нан сатып әкелетін. Мамасы айналып толғанып отырғаны, асыраушым менің деп, Ерлан шын мәнінде есеюге қатты асығады. Тезірек өз қол өз аузына жетіп, әке-шешесін, қарындастарын қиыншылықтан құтқарғысы келеді. Әсіресе былтыр 1 қыркүйекте киім сөмке алатын, қағаз құрал алатын ақшалар жетпей қиналғандар есте кетер емес. Папалары 10 шақты күн ауырып жатып қалып, дұрыс ақша шықпаған. Бір мейірімді жандар көмек көрсетіп, барлық қажетті оқу құралдарын алып берген болатын. Сондағы бала жүрегі қатайып, өзіне берген серті бар. Ол серті үлкен жұмысқа кіріп, ақшаны көп табатын бастық болу, немесе Абайдың папасындай кәсіпкер болу. Оның бірден бір жолы сабақты жақсы оқып, жоғарғы оқуға түсу екенін бала жүрегі қанша сезсе де, қазіргі білім деңгейінің төмендегі іштей тежей берген сияқты. Негізінде Ерлан өте зейінді бала, бірақ қырсық мінезі де жоқ емес. Мектептегі сабақ беретін мұғалімдерге көбінесе көңіл толып көрмепті. Тек математикадан беретін апайы ғана ұнайды. Басқа мұғалімдерінің білім деңгейлері төмен бе, әлде өз жұмыстарына жауапты қарамай ма, әлде Ерланға беймәлім себептер бар ма, әйтеуір уақыт өтсе болғаны дейтін сияқты. Құлағың салбырап, сабақта тыныш отырсаң болғаны, оң баға алатын кәміл. Сөйтіп жүріп 9 сыныпта бітірді. Мамасына колледжге түс келетін айтып еді, қарсы болмады. Өткенде балалардан естіген мұқтаж жанұяларға көмек ретінде оқуға тегін қабылдайды екен деп, тіпті шәкіртақы төлейді деп көрінеді. Мамасы өкпесін сүйретіп жүріп ліктірді әйтеуір. Бұйырса құрылысшы болмақ ой бар. Колледжде сабақ оқып жатырғанда біршама уақыт болды. Сабақ анау айтқанда қиын да емес. Мектептен қайта оңай сияқты. Ерлан көп қиналып жүрген жоқ. Өзі құралпы мейірім атты баламен бірге жүреді. Оның да жанұясының жағдайы мәз емес. Мұның әйтеуір әкесі бар ғой, азды көпті ақша тауып жүрген, ал оның әкесі қайтыс болған. Жалғыз шешесі жұмыс жасап, зыр жүгіріп 3 баласын асырауда. Мейірім мен кешке балалардан естідім. Той болатын мейрамханаларда біз сияқты балдарға уақытша жұмысқа рұқсат етеді екен. Бір той атқарсақ 3000 теңге. Ақшасы тым аз екен, оның үстіне түнгі сағат 3-ке дейін жүретінді айтсайшы деп күрсінді мейірім. Жоқтан жақсы ғой, істеп көрсе қайтеді. Осылайша келіскен екеуі демалыс сайын мейрамханаларда жұмыс жасап жүрді. Ерлан күндегісінше сабақтан келіп, есік алды абыр-сабыр біреулер киіз үй тігіп жатыр.
баласы келді деп сыбырлайды біреулері. Жүрегі бірдемені сезгендей қатты соғып кетті. Ойына мұрсатта келгені соңғы кезде шешесінің ауруы кенеттен меңдеп жатып қалғаны. Жөтелгенде аяқ астынан тұншығып кететін. Еңіреп жылап оң жақта жатқан шешесіне тұра жүгірді. Біреулер ұстап жібермей жігітсің ғой, мықты бол деп жатса, біреулер мынау індеттен қайтқан сияқты абай болың деп сыбырлайды. Шынында да жоқшылық қолы байлаған мамасы аптекадан дұрыс дей алмаған болатын. Кетеді ғой, әлде қандай шығар дейтін. Өзі бұрын көрмеген адамдар толып жүр. Бұлар сонда ағайындар ма екен? Егер болса осы уақытқа дейін неге көрмеген? Осылайша Ерлан мамасына демде айырылды. Әкесі үнемі сапада жүреді де, үш қарындасы жалғыз өзіне қарап қалды. Үлкен 6-шы сыныпта, ортаншысы 2-ші сыныпта, одан кішісі бала бақшаға баратын еді. Оған да баруға шешесінің жағдай болмай, соңғы айда үйде болатын. Іштей қатайып алған. Ерлан қайтсем де оқуымды бітіруім керек, мен жігітпін ғой, бәріне де шыдаймын деп жігерін қайрап алды. Іздеп жүріп қосымша жұмыста тауып алды. Бір бала бақшаның аумағында ағаштарды күн ара суарып тұру керек екен. Айына 20 мың беретін болды. 20 мың шәкіртақысы тағы бар. Іштей өзіне разы болған Ерлан күлімдеп қояды. Колледжін бітіріп, бір жамағайының арқасында қала басында құрылысқа жұмысқа кірді. Жұмыстары қиындау, бетон құяды, ағаштан қалып құрастырады. Биікте жұмыс жасағанында қауіпті екен. Қасындағылар кілең жалдамалы жұмысшылар, өзбек қалпақ аралас. Шебердің көзі тайып кетсе, қалай болса да солай жасауға дайын тұрады. Арттарын түзеп әлек болады. Бір күні сондай жағдайын үстіне бастықтары түсіп қалады. Құрылған қалыпты қайта бұзып жатырған Ерланды да тоқтатқан бастығы. Қайсысы мынаны жасаған, мен білмей жүр дейсің бе? Содан талқылау басталды. Бәрін тұрғызып қойып, кінәлі ұстаны тауып алды да жұмыстан қуып жіберді. Кетіп бара жатып жұдырығымен көрсетіп барады екен. Ернін тістеп алған, қап білім, тұра тұр деген кейіп білдірді. Қыстың бір тұтам күні тез батып үйге қайтарда қараңғы түсе бастайды. Сондай бір кеште құрылысты қоршаған шарбақтан шыға бергенде көк желкесінен бірдеме сарт ете қалды да аспан айналып жүре берді. Көзін ашса, аурухананың бөлмесі жатыр екен. Сөйтсе сағат 9-дарда жұмысқа келе жатырған қарауыл көріп қалыпты. Есептеп қарасаң 3-4 сағат ессіз жатқан анықтау қиын емес. Миы мықтап қозғалған. Қатты соққыдан шекесі қайнаған. Әйтеуір бас сүйегі аман екен дейді дәрігерлер есін жинағаннан. Ойына келген қарындастары не істеп жүр екен? Әкесі де өзен жаққа кетіп еді, келді ме екен? Менің жатып қалғанымды біле ме екен деген сан сұрақ шардай басын шақшадай қылды. Соткасында батарейкасы отырып қалыпты. Ашып қараса, әкесі телефон соға беріпті. Жалма-жан әкесіне телефон соқты. Әйтеуір үйде екен. Қорып кетпесін деп болған жайды толық айтқан жоқ. Құрылыста құлап қалып ауруханаға түстім. Қазір жақсымын. Бұйырса таңертең үйге барамын деді. Жатып алып ойға батты. Өмір неткен әділетсіз еді. Мен оған не істедім? Менен көретіндей бар болған қалыпты бұзып қайта жасағаным ба? Бағана полиция болған жайды жазып алып кетіп еді. Ұстадым ма екен әйтеуір. Көп ұзамай Ерланды құрылыс шебері лауазымды жоғарылатты. Бастықтарына ұнайтын Ерланның бойына біткен жауапкершілігі, адалдығы, бастаған жұмысын аяғына дейін жеткізбей жамбасы жер иіскемейтіндігі. Қазірлері Ерланның жалақысы жоғарылаған. Артық ақшасын депозитке салып жинап жүр. Оның үстіне үлкен қарындасы да биыл мектеп бітіріп жоғары оқуға сырттай тапсырды да бір мекемеге жұмысқа кіріп алды. Құдайға шүкір, жағдайлары біртіндеп жақсарып келеді. Тұрғын үй жинақ банкісінен арзан үй алуға талпынуда. 15 жасында жұмысқа орналасқан Ерлан бұл күнде әбден піскен еді. Арада 5 жылдай уақыттың ішінде үлкен құрылыс мекемесінің білдей бір бас инженері лауазымына көтерілді. Қазірлері үйлеріне кеңейіп, жаңа шағын ауданнан пәтер алған. Ендігі ойы жатпай тұрмай өз кәсібін ашу. Бастапқыда өте қиын болды. Себебі жұмыс бастау үшін айналдыратын қаржы да керек еді. Мекемесін ресми заңдастырып, алғасын банктен кредит алды. Тұрғын үй салуға халықтан қаражат жинай бастады. Жер сатып алды. Сөйтіп бірте-бірте аяғына тұрып кеткен еді. Алғашқы салған 48 пәтерлік 5 қабат үй көрген сайын көзіне оттай басылады. Бүкіл күш-жігері, жинаған тәжірибесі, бала кезінен арманы бәрі осы үйге салып кеткендей еді. Алдында айқын мақсат қойсаң, бәрі де орындалады деген осы екен. Қазірлері қаладағы ең үлкен кәсіпкерлердің бірі. Жыл сайын
жоқ жітік бір мұжалысы жанұяға пәтер кілтін тегін беруде. Енді ойы кәсібін кеңейтіп, басқа облыстарда тұрғын үй салу. Жуырда қосалқы шаруашылықта ашып қойды. 4 түлік малды жинап, санын көбейтпекші. Айтпақшы, әкесіне заманауи су жаңа көлік алып берді. Әкесі мал шаруашылық жағында тырбаңдап жүр. Үлкен қарындасы оқуын бітірген, экономист болып қасында жұмыс жасап жүр. Сөйтіп анасының кішкентай асыраушысы үлкен беделді кәсіпкерге айналды. Иә, алдыңа айқын мақсат қойсаң, арманың орындалады.